Апам Әділкел Бақыбек келіндер қынабақтарын. Дина өз-өзіне қол жұмсады дегенге күмәндана бастадым. Себебі бізге жіберген мына бір голосовойды тыңдаңыздаршы. Тәте, спальныйда бір хотя бы төсек бар бәрі қалдыра аласыз ба, потому что мен күйеуіммен ажырасып жатырмын да. Негізі біз күйеуіміз меркеде тұратынбыз, а мен төркінім Алматыда, мен заттарым келем дейінше уже бәленбай уақыт болады. Поэтому қалдыра аласыз ба көрпе төсек дегендей. Мен балам тұрамын ғой, балам 9 айлық. Тәте, бұл меркеде ғой, иә? Тәте, маған да сол долго керек. 25-нен кейін дейсіз ба, одан бұрын болмай ма? Ал сіз Мадинаның өз-өзіне қол жұмсады дегеніне сенесіз бе? Төменде пікір жазып кетіңіздер және осы парақшаға подписка жасаңыздар. Себебі Мадина жайлы шынайы ақпараттар тек бізден ғана шығады. Әділдік үшін бірге күресейік. Өмірін жалмаған жалмауыздардың әлі тайрандап бостандықта жүргеніне таңғалып отырмын, білесіңдер ме ше? Жаңа мен түрецтен оқып қалдым, оказывается ол енесіне де күйеуіне де ешқандай шара қолданбаған, оказывается олар әлі бостандықта дым болмағандай жүр екен. Оказывается, я в шоке. Еще отырып ана күйеуін, жаңағы Мадиярды бүкіл ауылындағы кемпірлер мақтап отыр. Ой, ол бала негізі тыныш бала, ол ешкімге зиян жоқ. Мен оның апайымын, ол ешкімге ештеңе істемеген, ол зияны жоқ. Я, ол айналасындағы адамдарға ешқандай зиян тигізбеген шығар. Я, ол айналасындағы адамдармен тату болған шығар. Я, бірақ әйелінің өмірден өтуіне басты себепкер оның күйеуі, соның отбасы, сол әйелдің арғы дүниеге аттануына кінәлі. Понимаете, вот соны бүкіл халық түсініп отыр. Неге оның ауылдастары түсініп отқан жоқ екен, мен түсініп отқан жоқпын. Бүкіл Қазақстан ақымақ екен да, соның ауылдастары, соның көршілері, сол баланың жаңа Мадиярдың апайы мектепте сабақ берген, солар ғана ақылды мекеніне мен таңғалдым, мен түсінбедім кәм. Жаңа отырып алып еще айтады, ой, ол Мадияр ұрса да ол жай ұрады дейді. Ол қандай әңгіме? Ол жай ұрады, қатты ұрады деп. Ол дейтін адамды ешкім ұрмау керек. Адамға қыз баласына да, ұл баласына да негізі ешкім зәбір көрсетпеу керек, жамандық жасамау керек қой. 5 күндік жалған өмірде ондай тірліктер істеп бір-біріңнің етіңді жеп өйтіп отыруға болмайды. Мысалы, Мадинаның өмірінің қиылуына, арғы дүниеге аттануына кім себепкер, солар жазасын алу керек. Өйтіп бостандықта тайраңдап жүруіне болмайды. Бүкіл Қазақстан, біз халық, біз тыныштық таппаймыз. Егер де Мадинаның өмірін қиылуына себепкер болған адамдар өзінің әділ жазасын алмайынша, ешқандай қазақ тыныштық таппайды, ешкім тыныштық қылмайды, қайта-қайта айта береміз, түбі біз әділдікке жетеміз, біз қоймайды. Бұл қазақтар білем ғой, резонанс болған любой ситуацияда түбі әділдік болатынын ол бәріміз білеміз. Әділдікке жетеміз. Енді бүкіл болатын жамандықтың барлығы болып қойды, енді Мадина қайтып келмейді, бірақ әділдік түбі болады деген. Открываем. Офигеть просто. Класс. Қолында барын емес, бұл қазақ қызының тағдыры. Бір отбасының аяулы еркек қызы, бір әкенің үміті 19 жасында өмірден өтті. Қоғамда әйелдерге қол көтеретін еркектер еркек емес, ес. Қазірден бастап бұл нәрсені қолға алмасақ, кейін бұл нәрсе біздің қоғамға үлкен зарарын тигізеді. Айта кетейін тағы бір нәрсені. Біз жасаған дүниелер біздің басымыздан өтпейінше біз бұл өмірден өтпейміз. Барни шоколадының түк қатысы жоқ Мадина деген қарындасымыздың өліміне. Жаңалықты көріп жатсыздар, Жамбыл облысында Барниді жеп қойған үшін күйеуі келіп әйелін ұрып салып өлтіріп тастаған. Енді соған орай трецте көп байқап жатырмын, қыздар жазып жатыр, мен Барниде жұмыс істегенмін, соны жұмыстан шығып жатырмын деп. Мәселе Барнида емес, мәселе ол кішкентай шоколадта емес, мәселе ол жігіттің сана сезімінде болып отыр ғой. Оған жай ғана сол қызды ұрып сабабы үшін сылтау керек болған. Яғни шоколад болсын, оның орнына басқа зат болсын, бәрібір де ол қызды ұратын еді. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан да үйтіп таяз ойлаудың қажеті жоқ, қыздар. Сіздер өздеріңше осындай қыз жақты поддерживать етіп істеп жатқан шығарсыздар. Барнидан жұмыстан шығып, Барниді сатып алмаймыз, бойкот деп. Ол шоколадтың түк қатысы жоқ ол жерде. Ол жерде жігіттің бағасы сол бір шоколад болып отыр. Жігіттің сылтауы сол бір шоколад болып отыр. Сондықтан да үйтіп андай таяз ойланбай ақ қояйық, жарай ма? Құрметті кейбірге трецте осы Барниді қатты өсектеп жатқан адамдар, ол мына жерде болып отыр ғой барлығы. Егер үйленген жігіт өзін
9 ай бойында сақтап көтеріп, одан кейін ақ сүтімен ауыздандырып, өзіне болмағанын баласына болса екен деп, ұл тудым деп арманын биіктеткен ана әрине баласына жақсы келін. Менің балам 2 рет үйленді. Иә. Оны Үлкен бүкіл бала. Қазақстан біледі. Бірінші үйленген кездегі бірінші келін бөлек шығайық дей берген. Сонан кейін менің ұлым бөлек шықпай емес. Біз осы шаңырақта тұрамыз деп, бөлек шыққың келсе өзің бөлек кете бер деп солай кетті. Негізі сіз қалай Мен ол жерде қатысым жоқ. Ол кезде балдар өзі үйде тұрды. Мен жұмыс бабымен Астанада тұрдым. Иә. Сол кезде орталарында болған әңгіме. Өйткені мен келгеннен кейін сол экс келінге не болды, не жағдай болды, қандай, не үшін кеттің дегенімде, у меня к вам претензии нет деді. Сондай заман. Келін енеге, у меня к вам претензии нет деді. Сонда келіндер енеге претензия иметь ете алады екен. Әрине келін бұл бөлек бір жан ғой, тірі жан. Тірі жан. Мен Аллаға шүкір қазір келінім, мен сәнім деймін. Иә, сәнім деп айтады. Мен өзім қалайдан сұрап алдым осы қызды. Иә, жақсы көреді екенсіз. Иә, Аллаға сансыз шүкір деймін. Күнде таңертең тәубе шүкір деп айтып отырам. Маңдайынан сүйем, арқасынан қағам. Бірге тұрасыздар ма? Бірге тұрамыз. Ол келінім, наоборот, бөлек шығыңдар десем шықпаймыз дейді. Иә, мен де басында келінім күшті, сәнім, әнім, кейде бірдеңелер дұрыс болса, мен замечание жасаймын. Мен айтам, замечание айтуға бола ма деймін. Алдында бір-екі рет замечание жасап, жылап қалды, сосын айтым, ойланбаймын, саған сөйлемеуім керек пе? Онда можно я скажу деймін. Қазір тәуба. Мен айтам, мен ашуланып келатқанымды көрдің ба? Сен күлді, мам, не болды? Қойыңызшы, все будет нормально. Дейсаш, жының кеп тұрса да. Да. А сен көтеріліп кетқанда, мен бір жерімді қыса қойайын деймін ғой.